Сәлем алтын көрерменім. Барлығыңызды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі шығарылымды осы тақырыпқа арнамақпын. Найза лигасына қатысты жауынгерлер мен жаттықтырушыларды саралап, әскерге барған 10 нағыз батырлар тізімін жасадым. Ондай болса, кеттік. 10-шы орын. Рейтингімізді Дартим командасының мүшесі, қазақтың ханшайымы Сора Рахмонова ашады. Шавкат Рахмоновтың қарындасы бүгіндегі статусы тек ММА жауынгермен қоян қолтық чемпион емес. Сонымен қатар аяулы жар, үлгілі келін. Бүгінгі мейрамды еліміздің ерлері ғана емес, кейбір нәзік жандар да тойлауда. Солардың қатарында Сора да бар. Сіңілімнің қолында әскери билет бар екен. Сора, қай жағынан алсақ та кереметсің, жарайсың. 9-шы орын. Абырой Тим командасының жауынгері Данияр Қойшыбек. Данияр мырза да отан алдындағы борышын ақтаса керек. Онымен қоса қызметте жүріп, қоян қолтық ұрыстан 70 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасы қарулы күштері жоғары бас қолбасшысының кубогын иемденді. Бұл жарысқа палуанымыз мемлекеттік күзет қызметі атынан шыққан екен. Данияр, кәсіби мереке құтты болсын. 8-ші орын. Абу Нұрболат, Дартим командасының мүшесі. Палуанның ММА-дегі кәсіби рекорды 9-1. Бұндай жетістікке жетудің бірден-бір себебі, менің ойымша, жауынгерлік мінезі. Оның үстіне Нұрболат та отан алдындағы борышын өтеді. 2018 жылдың 31 желтоқсанында тап жаңа жыл қарсаңында Нұрболат әскерге кетті. Жарты жыл Атырауда, қалған жарты жылды Ақтауда өткізді. Мерекеңіз құтты болсын, батыр. 7-ші орын. Бағлан Жақанша, Дартим командасының тағы бір жауынгері. Суреттеріне қарасам өте мейірімді, ақкөңіл жан. Бірақ тартысқа шықса қарсыластың жан шығарады. Грек-рим бойынша әлем чемпионы және ММА-де ең жеңіл салмақта өнер көрсететін Бағлан мырза әскери борышында өтеді. Жауынгеріміз қызметін армияның орталық спорт клубында атқарса керек. Мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. 6-шы орын. Төбет Топ Тим командасының палуаны, лигамыздың жас проспектісі Бағашар Қораласов. Бағашар өз өмірін әскери іспен байланыстырғанды жөн көрді. 2013-18 жылдар аралығында радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында оқып, жоғары әскери білім алып, лейтенант әскери атағын алды. Ал 2018 жылдан бастап, осы күнге дейін, Астана қаласында 55-765 әскери бөлімінде қызмет етіп жатса керек. Бағашардың бүгіндегі әскери атағы капитан. 5-ші орын. Бұл кісінің есімін атамастан бұрын иіліп сәлем берейін. Шахпутов Айбек, Еркін күш командасының бас жаттықтырушысы. Айбек мырза отан алдындағы борышын Германияның Кенигсберг қаласында 45-ші гвардиялық полкта өтеді. Совет армиясының ардагер атағы бар. Ағай нағыз батырлардың көшбасшысы. Ол кісінің қол астында лигамыздың бірнеше чемпионы жаттығып, керемет нәтиже көрсетіп жүр. Олардың қатарында Әлиби Идрис, Дастан Амангелді, Нұрбек Қабдрахманов бар. Айбек ағай, чемпиондардың тізімінде тағы бір есім жетпей тұрған сияқты. 4-ші орын. Дартим командасының мүшесі Қазбек Сағын. Әр шығарылым сайын мен Қазбекті жаңа қырынан тани бастаймын. Лигамыздың чемпионы, танымал егіз лебіз музыкалық сайысының қатысушысы. Онымен қоса ішкі істер министрлігінің бұрынғы қызметкері. Капитан шеніне жеті, бірақ органдардан кеткен екен. Мен демалуды шештім. Уақытымды спорттық мансапқа арнаймын деп айтқан сөз бар. Десе де қазіргі таңда еске сала кетейін антикорда қызмет етеді. Байқағаным, жауынгеріміз қай жағынан болсын үздік болуға тырысады. Жарайсыз, Қазбек. 3-ші орын. Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабала. Қорғаушы деп тек әскери қызметтегі жандарды емес, жалпы өмірде қанатының астына алып, қауіпсіздік сезімін беретін адамдарды айтады деп есептеймін. Нұрбек ағамыз дәл осы тұлға. Өз әскери борышын Ұлан Республикалық гвардиясында өтеді. Сіздей ағамыздың барына найза ұжымы шексіз мақтан тұтады. Мерекеңізбен, ағай. 2-ші орын. Атырау чемпион командасының мүшесі Нұрбек Отар. Әскерге бармаған жігіт емес деп есептейді жауынгер. Осы сөзбен қаншалықты келіспейтініңізді жаза кетіңіздер. Маған өте қызық. Нұрбек мырза әскери борышын Алматы қаласында Қызыл шекарада өтеген екен. Бүгіндегі қызметі әскери іске байланысты.
Жауынгеріміз 41-433 барлау полкінде барлаушы болып жұмыс істейді. Бірінші орын Олжас Абзалиев. Осы шығарылымнан кейін Олжас мырза да маған басқа қырынан ашылды. Бүгінде палуан лигамыздың жартылай орта салмақ категориясындағы чемпионы. Сонымен қатар қоян қолтық ұрыстан әлем чемпионы. Және жауынгерлік ерлігі үшін медалінің иегері. Былтыр 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік наградаларды табыс етті. Сол тізімде мемлекеттік күзет қызметінің аға инспекторы лауазымында жүрген біздің Олжасымыз да бар. Олжас мырза, елімізде сіздей батырларымыз болса, ертеңімізді уайымдамасақ болады. Жарайсыз. Қымбатты жауынгерлер, мерекелерің құтты болсын. Сіздерге қарап, біз нәзік жандар бір марқайып қаламыз. Сіздердің арқаңызда әлемдегі болып жатқан жағдайларға қарамастан қауіпсіздік сезінеміз. Сол сезім үшін көп рахмет. Бүгінге осы, сіздермен болған Алена, келесі жүздескенше сау болыңыз.